Есіктің артында сүйеулі тұрған, пошымы әйел адамға ұқсайтын көне балбал тасты ол осы үйге көшіп келген күні ақ көрген болатын. Басында оған еш мән бермеген еді. Алайда бірде көне кітапты парақтап отырып, өткен ғасырдың басында жоғалған балбал тастардың ең атақтысы саналатын Сақ ханшайымы туралы деректі оқып қалады. Шежіре бойынша Сақ ханшайымы ең әйгілі сиқыршылардан дәріс алған, парасаты мен сұлулығы келіскен жан болыпты. 25 жасқа келгенде өз келбетінің мөрі қайтып, қартаюдан қорыққан ару сиқырдың күшімен мәңгілік балбалға айналған екен. Кітапта оның тірілетін заманы алыс емес екені және оны тек кер жыланның қанымен тас төбесіндегі тесікті толтырғанда ғана қалпына келтіруге болатыны айтылған. Бірақ бір шарты бар, ол күн көзін көре алмайды, тек кешкі уақытта ғана адам бейнесінде пайда болады. Бұған аса сенбеген жігіт кітапты лақтыра салып ұйқыға кетеді. Ертесіне жұмысқа жиналып жатып, әлгі оқығаны есіне түсіп, қызығушылықпен балбал тастың төбесіне көз салады. Қызық болғанда тастың төбесінде расымен де тесік бар екен. Дәл осы сәтте ол артынан ысылдаған дыбыс естиді. Жалт қараса, көршінің мысығымен керіскедей үлкен кер жылан арбасып тұр екен. Жігіт қолына түскен күрекпен жыланды қақ бөліп өлтіреді, екіге бөлінген денені балбалдың үстіне тастай салып, жұмысына асығады. Күні бойы жігіттің ойынан балбал тас пен Сақ ханшайымы шықпай қояды. Жасы 30-дан асқан жігіттің қиялындағы аруға деген ынтызарлығы оянып, іштей шынымен сол болса екен деп тілейді. Кеш батып, үйіне оралғанда есік алдындағы балбалдың жоқ екенін көріп, жүрегі атқақтап кетеді. Бұл ханшайымның тірілгеніне нышан еді. Үйге кіріп, шырақты жағып қалғанда, төрдегі креслода асыл жақұттарға малынып, паңдықпен отырған аруды көреді. Жүзінде қан сөлі болмаса да сұлулығы көз тартады. Оған жақындай бергенде ханшайым қаһарлы үнмен жетесіз бейбақ. Қанша ғасыр күткен бақытымды ойрандадың ау. Өлген жыланды жолдың екі жағына бөліп көмуді білмейтін бе едің? Деп ақырады. Ол әшекейлі камзолының етегін көтеріп қалғанда беліне әлдеше рет оралып алған жігіт қателікпен бірге қалдырған кер жылан ысылдап атылады.